Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен отчет 910 отчетты тапсыруды көрсетемін. Бізге ликвидационный отчет болғандықтан соны таңдаймыз. Бұл жерде бізде доход белгіленді. Не ведется бухгалтерский учеттан таңдаймыз. Резидент. Енді қараңыздар, екінші неге түскенде ОКД-ға бізде бұл клиентте бір ОКД. Сондықтан өзінің ОКД-сын таңдаймыз. Сіздер басқа ОКД болуы мүмкін. Соны таңдап қоясыздар. Доходтан болған үшін. Енді қараңыздар, сіздердің Қарағанды облысы, районы басқа болса, ол жерге бәріміз, мысалы Астанада Есильский район болып тұр менікі. Сондықтан бұл кісінің біз ИП-нің Есильский районға жібереміз. Шатас кетпейсіздер, Ақмолдың Есильский район бар, Астананың өзінде Есильский район бар. Енді қараңыз, бұл кісіде доходпен болғандықтан бір 910.01 приложение басамыз. Енді бұл жерде всегда егерде 24.000 МРП-дан аспаса 0 қоясыздар. Сосын добавить деп басып, бұл жерде УКД, город, адресын барын жазамыз. Процентін комментарий жазсаңыз, мен сізге список жіберемін, доходын жазып, сізге автоматически ИП-нің суммасы шығады. Енді қараңыз, ликвидационный отчет болған соң бұл жер толтырылмайды. Өзіңіз барлығын толтырасыз, қараңыз. Егерде ол очередная болса, автоматически бұл жер толтырып тұрады сізде. А мен ликвидационный болғандықтан мен ручной өзім толтыруым керек. Енді бізде алдында қандай сумма болды ИП-нда, сол сумманы ол жерге барлығын ручной тереміз. Енді қараңыз, далее баса тұрып біз енді бұл жерде барлық төлеген налогтар төлейміз. Енді қараңыздар, бұл жерде біз майдан бері ашқандықтан клиентке біз майдан басып доход жазамыз. Бұл жерде минималкамен төлегенден 85.000-нан біз 5% соцотчислениеміз. 85.000 жазамыз. Сосын соцотчисленияға 4.250 теңге. Біз минималкамен төлеп тұрмыз бұл жерде. Суммадан 5% соцотчисление төлейміз. Енді қараңыздар, бұл жерге біз пенсионканы 85.000 теңге суммадан төлейміз. Сондықтан біз 85.000 деп жазамыз. А пенсионный отчисление к уплате дегенде 85.000 теңге төледі, соны жазамыз. Енді қараңыздар, бұл жерде ОПВР бар. Енді біздікі 1972 жылы болғандықтан біз бұған төлемейміз. 1975-тен жоғарыларын барлығы төлейді. Енді мен страховкаларын сізде автоматически барлығы жазып тұрады. Сондықтан 0 қойып шығамыз төленбеген жерде, төленген жерде суммалар жазылып тұрады. Табысқа мән бермейміз. Далее басып, барлығын тағы да тексеріп аласыздар суммаларын, потому что сіздер қазір қателессеңіздер бір жерде сіздерде қарызбен келу мүмкін, долгпен келу мүмкін. Сағат таңғы 5 сіздерге пайдалы ақпарат болсын, осы не басталды ғой, отчетный период басталды, соған пайдалы болсын деп сіздерге жазып жатырмын. Далее басып, енді қараңыз, КОГД местонахождение жазамыз, ИП-нің нахождениесін жазамыз. ИП-нің нахождениесі басқа адрес, ал пропискасы басқа адрес болуы мүмкін. Менде тура сондай. Бұл кісі нахождение Астана болғандықтан проживание пропискасы Қарағанды. Сформировать басып, подписать документ басасыздар да барлығын жібересіздер. Рахмет, сау болыңыздар, тіркеліп қойыңыздар.